Сәлем достар, бүгін сіздермен екі түрлі бөректің рецептімен бөлісемін. Қонақ күткенде дастарханның сәні болатын өте дәмді тағам. Ең алдымен нанымызды илеп дайындап аламыз. 400 грамм ұнымызға 3 ас қасық картоп крахмалын қосып, 2 ас қасық сұйық май қосып, жарты шай қасық 70% сірке суын қосып, тұз қосылған сумен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа болу тиіс. Қамырымыз тыңғанша жауып қойып қоямыз, ал енді салмамызды дайындаймыз. 250 грамм брынзаны үй күшінен өткізіп аламыз. Жарты бума кинзаны осылай майдалап тураймыз. Екеуін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бірінші салмамыз дайын, енді екінші түрін жасаймыз. Аз көлемдегі майға пиязымызды 4 бұрыштап майдалап турап қуырып аламыз. Менде 300 грамм тартылған сиыр еті. Сиыр етінде қуырып аламыз. Тұз бұрышын дәміне қарай қосамыз. Ең соңынан жаңағы жартылай ашты бұрышымызды 4 бұрыштап турап кішкене қуырамыз. Екінші салмамыз дайын. Мен қамырды 2 бөлікке бөліп алдым. Қамырды осылай шұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды 8 бөлікке бөлеміз. Бөрегімізді орап бастаймыз. Салмасын салып видеодағыдай орайсыздар. Ұшына мен су жақтым жақсы жабысу үшін. Екінші салмамызды мен жақсылап суытып алдым. Дәл солай ораймыз. Ал енді қызып тұрған майымызға бөректерімізді қызағанша қуырып аламыз. Екі түрлі салмамен жасалған бөректеріміз дайын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты.